Достар, қалайсыздар? Егер де сіз өте оңай, көп қаражат кетпейтін, беттің әжімдерін тез кетіретін керемет маска іздеп жүрсеңіз, бұл маска сізге арналады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл масканы жасау үшін бізге бал және майсана майы қажет, яғни касторовое масло. Екі затты да бірдей мөлшерде қосатын боламыз. Бізге балдан жарты шай қасығы жеткілікті. Кішкене көп кетті. Жарты шай қасық бал және де оның үстіне жарты шай қасық майсана майы. Егер де маскаңыз қалып кеткен жағдайда масканы бір аптадай тоңазытқышта сақтауға болады. Бұл маска өте керемет әсер береді. Беттегі әжімдерді бірден жұмсартып, теп-тегіс қылады. Енді дайын болған масканы бетімізге жағатын боламыз. Бұл масканы таза бетке жағатын боламыз. Масканы бір келкі етіп, барлық терінің еш жерін қалдырмай бетімізге жағып шығатын боламыз. Бұл масканың жасау курсы бір аптада 2 рет, бір ай жасайтын боламыз. Егер де сізде балға аллергия болатын болса, бұл масканы жасамағаныңыз жөн. Көздің айналасына жағамыз, көзге тиіп кетпеу керек. Өте керемет, оңай маска. Менің бетіме ешқашанда тфай-тфай қарадақ, безеу шықпайды. Және де бетім әрқашанда жас көрінеді, өзім жасымнан жас көрінеді. Себебі осы қарапайым үй жағдайында жасалатын маскалардың арқасында. Мен ешқашанда қымбат крем алып жағып көрген емеспін. Ешқашанда кремге ақша құртпаймын. Үйдегі заттармен осылай маска жасап тұрамын. Күн ара 2-3 күнде бір маска міндетті түрде жасаймын. Осы маскадан кейін бетім жұмсарып, керемет болып қалады. Ешқандай да дақ шыққан емес. Қараңыздаршы, өте керемет оңай маска, 2 ғана заттан жасалады. Енді маскамызды 10 минут кепкенше ұстайтын боламыз, және де кепкен соң жылы сумен жуып тастайтын боламыз. Мен бетімді жуып тастадым, достар. Достар, нәтижесін сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Себебі қараңыздаршы, бетім жұмсақ, кішкентай Самбидің бетінде өте керемет жұмсақ болып қалды. Және де бетімнің қараңыздар, бір андай сызықтарының өзі жоқ болып кеткен ғой. Бетімнің қараңыздар, көзінің шетіндегі әжімдерде қалмаған. Әжім болмайды емес, достар, болады. 25-тен асқаннан кейін беттің көздің айналасына барлық сызықтар түсе бастайды. Сол әжімдердің көбейіп кетпеу үшін осындай маскаларды жасап тұру қажет. Сонда адамның беті тез қартаймайды, қартаюдың алдын алады. Достар, қараңыздар, өте керемет маска, 2 ғана заттан тұрады. Көбіне бұл маска құрғақ бетке арналған. Маскадан кейін ешқандай да крем жағудың қажеті жоқ. Себебі бұл маскада майсана майы қосылған. Сондықтан крем жағуды қажет етпейді, достар. Егер де сіздерге осындай қарапайым, көп қаражат кетпейтін маскалар ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Және де видеоға лайк басып, масканы жасап көріп, әсерімен комментарияда бөлісіп кетіңіздер, достар. Мені қолдап, әрқашанда менің каналыма жазылып, қолдап жүрген оқырмандарыма үлкен рахмет. Менің маскаларымды жоғалтып алмау үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар, достар.